Қайырлы күн. Бүгін салық бизнес приложениесімен қалай жұмыс жасау керек, қалай кіру керек телефоннан, соны көрсетемін. Ең алдымен ECP кілтімізді почтаға жіберіп аламыз. Мысалы, бір өзімізге жіберіп алуға болады, немесе сізге жіберуі мүмкін, ECP кілт ашып берген адам. Сол почтамызды ашамыз да, кілттерді телефонға жүктеп аламыз. Out версиясын және RSA версиясын скачать деп жүктеп аламыз. Енді кілттер загрузки папкасына жүктелді. Енді осы кілттерді ыңғайлырақ болу үшін диск деген Google дискке сақтап аламыз. Жоқ болса осы приложение жүктеп алыңыздар. Бар болса осылай ашамыз да. Бұл жерде создать деген батырман басып, папка жасап аламыз бірінші. ECP деп мысалға атын жазып қойдық та, енді ECP деген папкаға кіреміз де. Тағы да плюс создать деген кнопканы басып, загрузить деп басамыз. Енді загрузки бөліміне кіреміз. Загрузки бөліміне кіріп, RSA және out екі кілтті жаңағы открыть деп басамыз. Ол жаңағы уже жүктеліп жатыр. Жаңағы біз жасаған папкаға жүктеліп жатыр. Папкаға жүктелген соң, енді бізге салық бизнес приложениесі керек болады. Жоқ болса, оны осы Google Play арқылы скачать етіп аламыз. Google Play'ді ашамыз, поиске салық бизнес деп тереміз. Салық бизнес деп уже салық деп жазған кезде астына шығып тұр негізі, бірақ мен толық әдейіге жаздым. Міне салық бизнес приложениесі, енді установить деп басамыз да, орнатылғанын күтеміз. Орнатылған кезде мына жерде открыть батырмасы шығады, сол открыть батырмасын басамыз. Продолжить батырмасын басамыз. Бұл жерде ECP деп тұр. Выбрать ECP сол жерге басамыз да. Мына жерде жаңағы өзіміздің дискімізді таңдап аламыз. Мына жерде менде 3 диск бар, соны жаңағы қай жерге сақтадым, соны таңдадым. Мой диск дедім де, ECP-не жаңағы создавать еткен ECP папкасындағы out кілтін таңдадым. Пароль от ECP дегенде кәдімгі парольді жазамыз. Біздің жағдайда пароль стандартный, үлгені кішкентай 1-2-4. Енді бұл жерде принять пользовательское соглашение деп галочка басамыз. Галочка басып войти деп басқанға дейін осындай соглашение келеді, соны ашылады, соны оқу керек. Бұл жерде құқықтарымыз, міндеттеріміз жазылған, жауапкершіліктеріміз. Енді назад дейміз, войти деп басамыз. Кірген кезде ECP-нің ені, аты жөні және кілттің сроғы жазылып тұрады. Енді ары қарай басқан кезде бізге код доступа тезірек кіру үшін соны жасап аламыз. Мысалы 1-2-3-4 деп. Бұл жерде де галочка басып, продолжить батырмасын басамыз. Бізге салық бизнестің функциялары шығады. Пропустить деп басуға болады. Бұл жерде енді бізде ашылған IP болғаннан кейін бәрі дайын ішінде. Бұл жерде дайын IP екенін көру үшін профиль деген басамыз. IP-ның атауы және міне режимі, қандай режимі ашылған бізге, мобильный приложениенің арнайы режимі. Енді осы режим бойынша қалай біз чек басамыз, соны көрсетеміз. Менюдан чеки деген жерге кіріп, выдать чеки деген батырманы басамыз. Бұл жерде бізде режим бәрі жазылып тұрады. Одан кейін физический лицолар көбінесе голдқа жібереді, немесе QR арқылы төлейді. Сол үшін мына жерде егер голд арқылы болса, немесе қолма-қол ақша болса, наличный деп таңдаймыз. Егер QR арқылы Каспи Pay сондайға төлейтін болса, онда безналичный дейміз. Одан кейін юрлицолардың міндетті түрде иені керек болады, атауы керек болады. Одан кейін олар көбінесе безналичный расчет жасайды. Осылай таңдаймыз да, арға жүре береміз. Енді мысал ретінде физический лицоны таңдап, мысал көрсетейін, мысал ретінде ғана чек басам. Бұл жерде наличный деп таңдайық. Одан кейін бізге міндетті түрде услуга. Услуги аренда имущества, өйткені сдавать етеді квартираны. И мысалы суткасына дейік, суткасына 6000 теңге дейік. Мысалы одан кейін жаңағы выдать чек на сумму деп бассақ, сразу чек шыға келеді. Выдать чек на сумму 6000 деп бастық.
чек дайын уже, оны клиентке жіберіп алады. WhatsApp арқылы жіберіп алады, немесе почтасынан жіберіп алады. Бұл жерде выбор бар, екі выбор бар. Бұны мен мысал ретінде басқаннан кейін чекті оны аннулировать етіп өшіріп тастайын. Чекті басамыз да, астына қарай түскенде аннулировать чек деген батырма бар, соны басамыз. Оны екі жағдайда аннулировать етіп алады, байқамай басып қойсаңыз, ошибочно деп, немесе сізге услугаңызды қайтарса, возврат средств дейсіз. Міне, данные успешно отправлены, чек аннулирован. Міне, история батырмасын бассақ, міне, уже бір чек солған және аннулирован деп көрсетіп тұрады. Бұл профиль мысал ретінде кіргем, сол үшін меню выйти деп шығып кетемін. Ал сіз өзіңіздің профиліңізге кірсеңіз, өзіңіздің қойған мысалға 1, 2, 3 4 деген достықпен кіріп шығып жүре бересіз.